Рухы биік, санасы жаңашыл, ұлтжанды, отан сүйгіш. Осы тіркесті теңеулер Ағлен Таласбаеваға арналғандай. Ол ұлағатты ұстаз, мәдениет қайраткері, журналист, танымал тележүргізуші және қоғамдық жұмыстың бел ортасында жүрген белсенді іскер жан. Қоғамда болып жатқан өзгерістерге көз жұмып қарай алмайды. Өзіндік ой пайыммен жаңашылдық леп әкелуге ұдайы құлшыныс танытады. Адалдық адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Адалдық деген сөз шыншылдық, әділдік сияқты игістерді ойға оралтады. Ағлен Таласбаева қай салада жұмыс істесе де, алдымен шыншылдық пен адалдықты бойына жалау етті. Адалдық адамның ең бірінші қасиеті, басты қасиеті, ұстанымы болу керек. Мұхтар Шахановтың жігерлендіру деген өлеңі бар. Сонда мынандай бір шумақ бар. Тоқырау білмес айбыны адалдық деген әлемнің ұлы байлығы бетіне жиған ұятты. Кейде ол кінәмшіл бала сияқты. Тірлікте сол кінәмшіл баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар. Жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып қорлайтындар бар да, жаны сап қорғайтындар бар дейді. Сол айтқан, қараңызшы, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы бетіне жиған ұятты. Яғни адалдық ұят деген қасиеттен тұрады. Мен айтар едім, жалпы қазақтың болмысы, адамның болмысы мынандай бір 4 қасиеттен құралуы керек деп, бұл менің өз пайымым садат. Ар, ұят, обал, сауап. Ардан аттама, ұяттан безбе, обалына қалма біреудің. Адамға болсын, малға болсын, қиянат жасама. Сауапты іс жаса. Сауап ал, қарық салма. Демейтін бет біздің аталарымыз. Ағлен Таласбаеваны 1998 жылы Маңғыстау облыстық телерадиосына қызметке шақырды. Табан аудармастан телеарнада 13 жыл журналист, бас редактор, директордың орынбасары қызметтерін атқарды. Телеарна эфирінен өткен әр хабардан адами қасиет, тәлім-тәрбие, өз ұлтының ділін, тілін сүюге, салт дәстүріне адал болуға жігерлендірген леп есіп тұрды. Ағлен Таласбаеваның шыншыл, турашыл қасиеттерін телеарнада бірге қызмет еткен әріптестері де растайды. Батыл да шыншыл журналист болғанын айтады. Жеке басына келетін болсақ, ол бір шыншыл адам. Барды бар дейді, жоқты жоқ дейді. Оның бір ерекшелігі, сол бір әділдік жолында жүрген адам. Қазіргі мына халықтың мұқтажын ол бейжай қарай алмайды. Өз ойын, өз мына ұсынысын батыл айтып жүрген адам. Мен мына әйел журналистердің іштерінде мен Ағленді қайраткер журналист деп айтар едім. Ағлен Таласбаева алдымен ұлағатты ұстаз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс бергенін шәкірттері әлі күнге дейін жырғып айтады. 45 минут ұстаз тәліміне қарата білген от ауызды, орақ тілді мұғалім. Мектеп табалдырығынан биік тау жоқ. Сол табалдырықта табанын тоздырып, білімін оздырған шәкірттерінің бірі де бірегейі аламан айтыста қазақтың қара өлеңінде алдына қара салдырмаған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері Мелс Қосымбаев. Ағлен апай оқушы Мелске әдебиеттегі ақиық ақындарды, машайық жазушыларды, ғылымдағы ғұламаларды таныстырды. Менің есімде ерекше қалғаны 5-6 сыныпта оқып жүргенде апайдың біздерге мазмұндама шығарма жазудағы шәкірт болсақ та, шәкірттің өзіне тән авторлық ерекшеліктерді үйретті. Және осы уақытқа шейін социалистік реализм әдісімен жазылған Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясын маған университетте де, басқа ғылыми орталарда да Ағлен апай сияқты түсіндірген ешкім жоқ. Себебі мектепте шекеңе шегелеп тастаған нәрселер, қазақ айтқан ұлан жастағың ұмытылмайды дейді, өмір бойы қалады екен жадыңда жаңғырып. Ағлен апайдың ерекшелігі Абайды адам ретінде, Құнанбайды адам ретінде көрсетті. Және мәтінді жаттау емес, сол мәтінге деген шәкірттің көзқарасы қандай, және оған
мұғалімнің көзқарасы қандай? Осы екі көзқарастың ортасынан орысша айтқанда золотая середина шындықтың сорабына түсіретін еді. Оқырманды да, шәкіртті де, мұғалімді де. Қызылтөбе ауылындағы нөмірі 18-ші мектепте Ағлен апайын шәкірттері ерекше тұлға деп таныды. Жүрегі таза, оқушыларын баурап алатын қасиетімен дараланды. Қарағылды қақжарған шыншылдығы шәкірттерін өмір белестеріндегі тазалыққа үндеді. Ұстаз өмірдегі темір қазығымыз. Сол ұстазға ғашық болғандықтан әдебиет әлеміне бет бұрдық дейді шәкірті. Бүгінде ұстазының жолын қуып, нөмірі 28-ші мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен дәріс беретін Айжан Маханова. Біз үшін енді мектептегі әлем деп айтып тұрмын ғой. Бізде театр болған жоқ, бізде жаңағы баратын көп орындар болған жоқ, қолымызда қарайтын жаңағы ұялы телефондар ол кезде болған жоқ. Біз үшін әдебиет деген әлем ол Ағлен, біз үшін театр деген әлем Ағлен, біз үшін өмірдің ең сұлу сәттері бұл Ағлен. Біз сол кісінің көзіне ере отырып, ойына ере отырып, біз өмірдегі тамаша сәттерді көрдік. Сондықтан ол кісіге үлкен алғыс айтамын. Ағлен Таласбаева мектепте ұстаздық қызметімен қатар қоғамдық жұмыстарға бел шешіп араласты. Өлең оқығанда кез келген адам таңданып, ерекше қуат алатын. Түрлі шаралардың ұйымдастырушысы, әрі жүргізушісі болды. Мәдени мұраны сақтау, тілдік ортаны дамыту, рухани құндылықтарды насихаттау, көрерменнің талғамын көтеру және жан-жақты дүниетанымын арттыру бағытында тынбай еңбек етті. Ұлттық мәдениет пен ұлттық құндылықтарды насихаттауда басты назарда ұстады. Мұнайлы мәдениет үйінің директоры, қалалық мәдени орталықтарында әдіскер, бас маман болды. Абай мәдениет үйінде, Сәуледе, сосын мына Арман мұнайшылар мәдениет үйінде де өзінің жаңағы сол мәдениет саласында қызметін жалғастырды. Ол негізінде сценарий жазатын және жүргізуші. Маңғыстауда өнерге де басқаға да қызмет жасаған қоғам қайраткері деп есептеймін мен. Сонымен қатар Сайын Шапағат қасында жүріп кезінде мына Парасат мәдени орталығында да соның сценарийін жазып, соның жетекші ретінде көрінген кездері болды. Жалпы қоғам деген не? Қоғамда кімдер бар? Қоғамды кімдер жасайды? Қоғамның мемлекетте үлесі қандай болу керек? Міне, осы саналы ойлар мазалаған Ағлен апайды Маңғыстау облысының азаматтық альянсы заңды тұлғалар бірлестігіне алып келді. Қоғамдық сана, азаматтық сана, билік пенен халықтың ортасында дәнекер көпір болу. Билікке халықтың мына төмендегі ойды жеткізу, шығатын жолды іздеу, шындықты айту, соны көру және көрсете білу, кемшілікпен күресу. Ағлен Таласбаева еңбегін бұлдап, пайда күнемділікке салынып, міндетсінген жоқ. Еңбегін бұлдап назданғанын да, назаланғанын да ешкім естімеді, марапатта сұрамады. Адал, шыншыл жандар ғана атақ құмар болмаса керек. Мемлекеттік марапаттар, соның ішінде бір қомақты орден апайдың кеудесінде жарқырау керек. Телевидениеге еткен еңбегі де, руханиятқа еткен еңбегі де, қоғамға еткен еңбегі де Ағлен Таласбаеваның ұшан теңіз. Енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, сол жаңғырған жаңа Қазақстанның руханияттағы үрдісін осы Ағлен апай сияқты үндемей елге еңбек ететін елдің өз адамдарын марапаттап, мадиқтаудан бастау керек. Бұл мәселе адамның омырауын жарқыратып тастау деген сөз емес. Бұл орысша айтқанда стимул. Яғни талпынысы, құштарлығын арттыратын дүние. Апайға, біздің ағайларымызға керек болмағанмен мұндай марапат артындағы ұрпаққа керек, оқушылар біздерге керек. Ағлен Таласбаеваның телеарнаға, руханиятқа, жалпы қоғамға еткен еңбегі ұшан теңіз. Қай салада жүрсе де тіршіліктің нәрі, қайнар көзі, бастауы бола білді. Адамды адам ететін адал еңбектің құндылығы жоғалмайды. Еңбек ырыстың қазығы. Ендеше Ағлен Таласбаева еңбек ырыстың қазығы деген сөзді бойына сіңіріп, тыным көрмей, аянбай бар уақытын жұмысқа сарп етіп жүрген еңбекқор адамдардың бірі.